Бизнесті трансформациялау бағдарламасын бастап кеткен Қазақстан Темір Жолы ұлттық компаниясында ашық есік аптасы өтті. Ауқымды бағдарламаға қызығушылық танытқандар өздерін толғандырған сауалдарын өзгеріс шебінде жүрген трансформация тобы өкілдеріне жолдап, тұшымды жауап алды. Көп кездесетін трансформация маған не береді? Не үшін керек маған дейді? Бірінші сұрақ. Сосын айтады, кейбір сенбейтін адамдар айтады, ой, біз реформа болды, анау болды, мынау тағы да бір жай сөз, жай әйтеуір қағаз, жай сөйлеген нәрсе деп, соларды сондай ой пікірмен келеді. Кейбіреулері жауап алады, кейбіреулері ойланып кетеді. Трансформация сізге жау емес екен, сізге серік болады, өміріңіздің ертең жолаушысы болады деп, сол оймен, сол пікірмен кетеді деп ойлаймын. Трансформацияның 13 бағытын жауаптанғандар қазірден жұмыс тиімділігін арттыру амалдарын белгілеп алған. Мәселен, материалдық құндылықтарды басқару жүйесін алайық. Онда тек сатып алынатын қажеттілікті анықтауға 120 күн жұмсалатын. Одан бөлек бюджетті жоспарлауға тағы 180 күн кетеді. Сөйтіп кейде өндіріске қажетті тауарлар уақытылы жеткізілмей жатқан. Трансформация аясында бұл процестерді тиімдету жолдары айқындалды. Мы стараемся сократить временные интервалы. Біз келешекте осы процестерді уақыт интервалын қысқарту мүмкіндіктерді туады деген ойдамыз. Өйткені түпкі тұтынушыға тауарды жеткізіп беруге 600 күннен астам уақыт кететін. Кеше оны жеделдету жолдарын ойластырған кезде жобалап көрсек, шамамен 200 күнде аяқтауға болады екен. Біз алдымен қажеттілікті анықтау мерзімін қысқартамыз. Одан бюджетті жоспарлауды жеделдетеміз. Енді жеткізушілермен ұзақ мерзімді жұмыс істеу көзделіп отыр. Сатып алынатын материалдардың көлемі қысқартылмақ. Трансформация тобындағы әр маман ішкі процестерді жете біледі. Сондықтан бүтіндей компания жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын ұсынып отыр. Сама процедура, которая тасымалдау процесінің өзі күрделеніп, тым созылып кеткен. Тұтынушы қазір темір жолдың түрлі инстанциялар мен барлық құрылымына шабылып жүр. Біз бұл процестерді бір терезеден қызмет көрсету жүйесіне әкелгіміз келеді. Тұтынушы бір терезеге келіп, толымды ақпарат алады. Тасымалдауға барлық қажеттілігін толық қанағаттандырады. Трансформация аясында әр процесс, ондағы әр қызметкердің жұмыс тиімділігін көруге мүмкіндік тумақ. Түптеп келгенде бұл бүтін компания жұмысының тиімділігін арттырады. Сөйтіп ұлттық тасымал компаниясы түгелдей тұтынушыға бағдарланбақ.